Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін бізде кезекті подкаст. Подкастымыздың тақырыбы медиация туралы болады. Бүгінгі күннің өзекті тақырыптарының біріне айналған медиация туралы ой бөлісу үшін ортамызға арнайы тәжірибелі мамандарымызды шақырған болатынбыз. Жалпы медиация дегеніміз не, оның мүмкіншіліктері қандай, немесе медиация сотты алмастыра ала ма деген тақырыптарда әңгіме қозғайтын боламыз. Ендеше студиямызға қош келдіңіздер. Алдымен өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Енді мен Үмбетова Роза Сауырғали қызы, Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кентінен келіп отырмын. Көп жылдық ұстаздық еңбегіміз бар. Адам тәрбиелеуіне, бала тәрбиелеуде қоғамға қосып жүрген үлес бар. Соған байланысты осындай өзіміздің белгілі бір қасиетімізді қоғамға тигіземіз бе деп зейнеткерлікке шықсақ та, адамды тәрбиелеу қай кезде де бірінші орында тұрады. Адам тәрбиелеу үшін бірінші ата-ана міндетті, содан кейін дәрігер, содан кейін ұстаз, мемлекет, қоғам. Осы 5 нәрсе біріксе ғана адамның болашақ ұрпақтар өзінің жолына түседі ғой деген ойдамыз. Егер осы 5 нәрсенің біреуі шала-мала жұмыс жасаса, онда бірлік болмайды. Ал енді біздер ұстаздар ретінде көп жылдық еңбек еттік, түрлі салада жүрдік. Зейнеткерлікке шықсақ та, сол ұстаздық қасиетімізді сақтап, бұрынғы ұлы ұстаздардың адам тәрбиелеудегі қасиетін кейінге қарай жалғастыру керек, үзіліп қалмау керек деген мақсатпен қоғамға аз да болса еңбегімізді сіңіріп, осы медиация саласында көп жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Медиацияға 5 жылдан мен 2 рет, 3 рет сайландым. Енді медиацияның маманы, ол не мақсатта сайландым? Мен ойланып тұрмын, жаңағы бұрын алқабилер болды, бұрын ата әжелер болды, сөзі өтетін, сөзін өткізе алатын. Ал енді қазіргі заманда, қазіргі қоғамда кейбір жерлерде ата-ананың сөзі баладан төмен тұр. Қазір кейбір ата-аналар, жас ата-аналар жаңа өзінің билігін, өзінің парасаттылығын төмен түсіріп алды. Сондықтан да баланың жаңа өсу жолына жаңа кедергі болып отыр. Біз баладан бәрін көреміз, дұрыс емес. Бала ол пәк. Бала ол үлкендерден көреді, үлгісін жасайды, ортадан көреді. Сондықтан да соңғы мезгілде мемлекет жаңа медиация деген топты ашу өте орынды деп ойлаймын. Бұрынғы мезгілде жаңағы сөзі өтетін ата әжелердің байланысы болса, ал енді қазіргі кез келген ата-ана өзінің пікірін айта алмайды. Сондықтан да осы мемлекеттің осындай топ құрып, жаңағы бітімгершілікке, отбасындағы, өндірістегі, ұжымдағы жаңағы осындай келіспеушілік жағдайды ұрыспен емес, айқаймен емес, парасаттылықпен түсіндіре отырған бір топ өте қажет болды, және оны осы мемлекет өмірге әкелді. Соның нәтижесінен кейбір ата-аналар мысалы өзінің пікірін түзетіп, кейбір жас ата-аналар бала тәрбиелеуде өзінің ойын түзетіп, жаңағы өзінің мақсатын орындап жүзеге асырып жатыр. Мысалы медиация, сол медиациялық топ сондай еңбектің ерлігін көрсетіп отыр. Ата-ана айта алмаған сөзді сол топ жеткізіп, ақылменен, ойменен, заңменен өзінің жолы қайсы соны көрсетеді. Сондықтан да осы жылдың ішінде ол медиацияның орны өте қажет. Мысалы өткенде ассамблея болғанмен онда түрлі ұлттар бар. Біз қазір түрлі ұлттармен бірігіп өмір сүруіміз керек. Біз қазір қоғам, әлем бір-бірімен байланысты. Сондықтан біз ұлттық дәстүрімізді, ұлттық салтымызды сақтай отырып, басқа ұлттың әдет ғұрпын құрметтей отырып, біз өзіміздің жаңағы қасиетімізді отбасында жоғалтып алмауымыз керек. Өз тілімізді кәдімгі мықты білуіміз керек, басқа тілді де құрметтеуіміз керек, балаларды осындай жолға салуымыз керек. Себебі әлемде қазір ғылым дамыды, технология дамыды, бұрынғы құр сөзбенен, бұрынғы құр жаңағы
іс-әрекеттері ол бармайды қазірге. Себебі әлем өзі дамып кеткесін, біз жеке ұрпақ та соған қарай бағытталу тиіс деп ойлаймын. Сондықтан да осы Мақат ауданында 10 адам бар. Сол 10 адам әрбір күн сайын бірінші күні 5 адам келсе, екінші күні сол алма-кезек алмастырып отырамыз. Мысалы дастұрда жаңа ақсақалдар төрағасы мен екеуміз сол дастұрға түскен өтініштерді біздер қараймыз. Сонда бұл да бір ақылдылық сияқты. Себебі судьялардың, соттардың жұмысы өте көп. Ал оған дейін тілменен, ойменен, сөзбенен, заңменен шешетін мәселелерді медиация шешіп отыр. Ең міне тиімділігі осы. Bir ғана мысал айтайын. Мысалы бізде әкімшілік дегенмен, әкімшілікте, мемлекеттік қызметкерлер де барлығы да қазір халықпен осындай топтармен бірігіп отыр. Осындай топтар арқылы халықты белгілі бір бағытқа қарай бағыттап отыр. Мысалы кейде отбасында жаңағы түсініспеушілік болғанда мені шақырып алады. Сондықтан мен тіпті медиация болмасам да менің адамгершілік парасатым, міндетім ғой деп ойлаймын. Себебі мен ұстазбын ғой. Ұстаз болғасын елімнің әрбір адамы дұрыс болсын деп кейде ерлі-зайыптылардың арасына барып, сол білгенімізді айтып, жолымызды айтып, заңы мынау, жолы мынау деп үлгі көрсетіп отырмыз. Осындай іскі әрекеттің нәтижесінде өзіміздің Мақат ауданында кейбір жастар қайтадан өзінің отбасын құрып, жаңағы жақсы үй болып кетіп жатыр, балдарын да тәрбиелеп жатыр. Міне жұмыстың нәтижесі осы. Bir ғана тіпті мұғалімдердің арасында да отбасында келіспеушілік өте көп болды. Соның өзінде де мысалы қазір мен мақтанам, сол завуч өзі мектептің оқушының сондай қиындықпен келді, жолдасының түсініп кеткеніне қатты риза болдым. Міне бір ғана тарының түйіріндей бір ғана құртта қандай тәрбие бүкіл отбасын сақтап отыр. Қазір олар рахмет айтады. Сондықтан да айтайын деп отырған қоғам үшін медиация өте орынды. Тек мемлекет тарапынан кішкене медиацияларды қолдап, қорғап, жаңағы марапат дегеннің өзі мақтану емес. Медиаторларды марапат деген мақтану емес. Ол сол медиаторда жұмыс жасап жүрген кісінің үлесін бағалау деген сөз. Міне осындай жақта осы кісілерді бағалап, енді бағаламаса да жаңағы алдымызға келген жастар бағалап жатыр. Дұрыс түсінік алған кісілер бағалап жатыр. Міне жұмысыңның нәтижесі қандай дегенде ешкімге мақтанып айта алмайсың, бірақ Абай айтқандай, Абай Құнанбаев айтқандай, өз атамыз айтты ғой. Қандай жұмыстың дейді, басталатыны ол соңынан көрінбейді, қалай басталғанына байланысты дейді. Сонда мемлекетіміз осы медиация тобын қозғап, көтеріп, өте орынды, қай ұлт болса да біріктіріп, жастар болсын, үлкен болсын, кіші болсын, қазір тіпті ерлі-зайыпты кісілердің 60-тан асқан, 70-тен асқан адамдар түсінісе алмайды ерлі-зайыпты. Бұрынғы мөлдір махаббат жайында қалды. Міне сол мөлдір махаббатты енді іс-әрекетпен алға қарай жеткізетін кімдер? Егер түсінбейтін болса, әрине медиация түсіндіреді, соны жеткізеді. Қазір үлкен ақсақалдар 6 мен 70-тің арасында да бірін-бірі түсінбеушіліктер бар кейбір. Соның медиация соны түсіндіріп отыр. Ол жетістік пе? Жетістік. Осындай көбі жиналыс дейді. Ол жиналыс емес. Бұл деген ой, пікір. Біреудің бір ауыз сөзінен бірталай ой туады. Сондықтан да өте орынды қоғамға бұл ұйымның жұмысы өте зор. Әлде бұны көтеретінде болар. Бітімгершіліктің өзі қазір бітімгершілік жетпейді. Неге? Адаммен адам тіл табыса алмайды. Диалог жоқ. Диалог жоқ. Сөйлесе алмайды. Сөйлесу жоқ, пікірлесу жоқ. Қазір пікірлегеннің өзінде сол кісі сенің пікіріңді ұнатып отыр ма, ұнатпай отыр ма? Соның барлығын бағдарлап отырып, медиацияда да жақсы үлкен кісілер бар. Ақылын айтып, ойын айтып, жаңағы оған біздер де ойланып қаламыз. Осылай болған дұрыс екен ғой деп. Ең бірінші отбасына медиация өте қажет. Себебі отбасында, әсіресе қазіргі жастарда, қазір еліміздің, біздің жастарымыз қазір себебі олардан қиындық көрген жоқ. Отбасының қиындығын ана заман кетті. Қазір бәрі дайын. Қазір отбасын құрған адамдарға мен былай ойлаймын.
Тіпті қазір некеге отыру да оңай болып кетті ғой. Үйден келіп отырады. Олай болмаған дұрыс. Мен бір мынандай ұсыныс айтып жүрмін, қайда жүрсе де. Бір ай бұрын сол отбасына құратын жастарды кішкене кездесіп, пікірлесіп, жол көрсетіп, шын мәнінде сендер жаңа осындай одақ құрғыларың келіп отыр ғой. Осыған сендер дайынсыңдар ма? Ал өмірге ертең бала келеді, ұрпақ келеді. Соны ойлайсыңдар ма? Деген пікірлер айтып алдын ала ой салған дұрыс қой деп ойлаймын. Мысалы, мен байқап жүрмін тәжірибеден, әбден бір нәрсе оқиға болады, сол оқиғадан кейін барып улап шулаймыз. Біз осы медиацияны өмірге әкеліп, алдын ала пікірлесіп, сөйлесіп, жастарды жолға салуға өте бір орынды ұйым деп есептеймін. Алдын ала қозғап, осында мысалы біз азғантай жұмыс жасасақ та кейбір риза боламыз өзімізге, жастар келіп ақылымызды орындап үй болып кеткендеріне шын мәнінде қуанамыз. Міне медиацияның да қосып атқан үлесі бар. Және болашақта өте қажет. Неге? Үлкен кісілер, қазіргі үлкен кісілер айта алмайды. Іштегілерін шығара алмайды. Себебі оны тыңдайтын кейбір жас құлақтар жоқ. Қазіргі мына 70-тен бері қарай олардың өсуі, өркендеуі, оларды кінәлай алмаймыз. Бірақ дегенмен соны тіліңменен, ісіңменен жеткізетін үлкен кісілер өте қажет. Үлкен кісілермен жастардың байланыстылығы өте қажет. Өте қажет. Себебі сондықтан кейбір ата-аналар балдарының алдында беделін түсіріп алып отыр. Себебі айтатын тілі жоқ, сөзі жоқ, ойы жоқ, іс-әрекеті жоқ. Пікір жоқ. Пікір жоқ. Міне тіл байлығы дегеннің өзі сенің ойыңды, ішіңді жаңағы таспен ұрғанша тілмен ұр дейді ғой. Тілмен ұрғаны өте қиын. Және қазір ұрам деп қатты сөздер айтудың өте қажеті жоқ. Біз медиацияда келген адамдарды әуелі байқаймыз, сөйлетеміз, ішкі сырын шығарсын. Содан кейін сол ана кісі ішкі сырын шығарып отқанда біз жол тауып отырамыз. Анандай деп. Кәдімгі бұл медиацияда шахмат тәрізді. Қазір дүрсе қоя беріп, үлкендігіңді көрсетіп, пікірлесіп, айқайлап, міндетсіп, мақтанудың ол қазіргі әдіс оған бармайды. Қазір өте кішіпейілді бола отырып, ине де қылып сол алдыңа келіп отқан жастарды пікірін тыңдай отырып, соған сен жол таба отырып, жылы сөзбенен сен соны жолға салуға жаңағы жол тапқан дұрыс қой деп ойлаймын. Міне сондықтан да медиацияны өмірге қазіргі әкеліп, пікірлесіп, мемлекетке үлкен үлес қосады. Тек қазір мемлекеттің тарапынан медиациялық қызметкерлерді кішкене қолдап, тіпті болмаса қаражат бөлгенде дұрыс қой деп ойлаймын. Себебі олар ой жүреді, қыр жүреді, айтатын сөз бар, олардың да семья, жанұясы бар. Сондықтан да қайта мен былай ойлап отыр, медиацияда жұмыс жасайтын қызметкерлер жаңа өздерінің салып кеткен ізі дұрыс болғасын, мен осы қоғамға ризамын деп жүріп атқан сияқты. Мен қоғамға ризамын, еңбегім бар, білімім бар, ұрпағым дұрыс. Міне мен неге енді қолымнан келіп тұрғанда осы медиациялық қызметті неге атқармаймын деп бір бойларына деген сол балаға деген, отанға деген, қазақ еліне деген бір сондай бір патриот бар сияқты. Сонымен қазір жүріп жатыр. Енді болашақта медиаторлардың да жұмысын ұлғалайтын болар деп ойлаймын. Осындай жастар тәрбиелеуге тұрады және соны тәрбиелеуіміз керек. Соңғы жылдары медиацияның жасап атқан жұмысы өте көп. Былай қарағанда медиация ол тек бір сөзбенен жаңағы түсіндіретін сияқты жоқ. Сенің бір ауыз сөзің бір кісінің жүрегіне өтіп те кетуі мүмкін. Оның тәжірибесін, жолын өзгертуі де мүмкін. Қазіргі жастарға медиацияның өте орны бар. Және өмірге келгеніне мен қолдаймын. Ұлағатты ұстаз ретінде қолдаймын. Себебі қазіргі жастар, үйіндегі жастардың ата-анасының сөз қоры жетпейді. Баланы тәрбиелеудегі жолы жоқ. Бірыңғай, тек экономика жағына көп кетіп жатыр. Баланы тек экономика жағына өсірсем, баланың алдына барын дайындасам, киім-кешегін дайындасам, болды, менің міндетім сол деп, кейбір жас ата-аналар ырду-дырду. 300 кісі, 500 кісімен қазақ адамдары той жасайды.
ал ол енді орынсыз деп мен медиация ретінде оған шашқан нәрсені 30 шақты 50 шақты кісімен шақырып жаңағы барын жасап қалған қаражаты болып атса балдарға ел көрсетіп жер көрсетіп жаңағы жақсы ұлағатты адамдармен кездестіріп сондай тәрбие берген дұрыс сияқты. Қазіргі жастарға көп әңгіме айтудың қажет жоқ. Көрсету керек, тәжірибе керек, үлгі керек, ой керек, жеткізу керек. Міне осыны бүгінгі медиация атқарып отыр деп ойлаймын. Енді медиацияның мысалы біздің Мақат ауданына келіп те түрлі бірігіп, қай облысқа болса да бірін-бірі оқытып жатыр, тәжірибе айтып жатыр. Ата-аналарды тәрбиелеп жатыр, жастарды тәрбиелеп жатыр. Сондықтан да қоғамда бір ұйым ештеңе қатырмайды. Қайталап айтам, қоғамда ата-ана, дәрігер, ұстаз, мемлекет, қоғам 5 нәрсе бірікпей, жаңағы біз болашақ ұрпағымыз болмайды. Егер сол 5-еуінің біреуі кем болса, мана ата-аналарымыз бүйтіп қалса, одан ештеңе шықпайды. Сондықтан да кейбір жақсы жанұялар да бар. Баласын ел көрсетіп, жер көрсетіп, үйде жұмысын жұмсатып, барлығын жасап. Міне осындай жанұяларды қолдап, медиацияның жаңағы еңбегі болашақта зор болады ғой деп ойлаймын. Кейбір жанұяларды мақтап, көрсетіп, телевизордан кездестірген дұрыс қой деп ойлаймын. Ата-аналарды көбірек әкеліп, жұртқа, халыққа үлгі ету керек. Жас ата-аналар да бар, керім балдарын тәрбиелеп отыр. Тәрбиелеп отырған. Осындайды үлгі етіп, медиациямыз бар, басқаларымыз бар. Не болғанда Қазақстан, жалпы әлем тыныш болсын. Әлемнің тыныштығы үшін қазір соның ішінде отбасының тыныштығы өте қиын. Қазір бір сөзге ілініп қалады. Бір сөзге балаң да, қызың да, ата-ана да, келін де бәрі. Сондықтан да соның бәрін шешіп отыратын медиацияны қоғамға әкелген өте орынды болады деп ойлаймын. Медиаторлар еңбектеріңіз жемісті болсын. Сіздің пікіріңізден кейін сұрақ жоқ болып қалды ғой. Мен енді өзім таныстырып өтейін. Мен Атырау облысы ішкі саясат басқармасы қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің медиация орталығының медиаторымын, сол жердің координаторымын және бас сарапшымын. Мемлекетімізде 130-дан аса ұлт пен ұлыстың өкілдері тұрады. Сол ұлттар менен ұлыстардың жаңағы дамуы, олардың біздің қазақ ортасына кірігуі, жаңағы мәдениеттерін, біздің қазақтардың қазағымыздың жаңағы жергілікті қазақтардың соның ішінде жаңағы олардың салт дәстүрлерін, әдет ғұрыптарын бойларына сіңіруі, жаңағы тіл мәдениетін жоғары көтеруі, осының барлығы сайып келгенде осы 30 жылғы біздің ассамблеяның өткен ерен еңбегі мол болды. Ол өздеріңіз білесіздер, енді жаңағы ары қарай тарихқа бармай-ақ қояйық. Енді десек те бұрын біздерде Қазақстан халқы ассамблеясының Атырау облысы бойынша этномедиация орталығы болды. Қазір енді медиация орталығы бізде бар, жұмысымызды жасап жатырмыз, жалғастырып жатырмыз. Атымыз өзгерсе де өзіміз жұмысты ары қарай өзінің межеліне жеткізіп жоспарлы түрде атқарып отырмыз. Десек те қазір бізде 7 ауданымыз бар, облысымыздың 7 ауданда медиация орталықтары бар. Ол жерде кем дегенде 10, 15, 20 адамға дейін ауданның көлеміне қарай, ауылдық жерлердің жаңа көлеміне қарай аудандарда 25-тен 28-ден даже аралықтарда біздің қоғамдық медиаторларымыз қызмет атқарады. Біз ол кісілерді жылда оқытамыз, жаңа заманауи үлгідегі медиациялық жаңағы шешімдерді, медиативтік келісімдерді қалай жасауымыз керек, қалай орнатуымыз керек. Жалпы тіпті бұл кісілердің өздері жаңағы қоғамдағы жаңа зейнеткер, жаңағы қоғамдағы атқарып отқан қызметтері болса да, ол кісілер сонда да өзіміздің жаңағы айтамыз ғой, заманауи үлгідегі өзіміздің
терминдерімізді енгізу арқылы осы кісілерге жаңа үлгі бағыт беріп отырамыз. Енді қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, біздерде қоғамдық медиаторларды көтеру, қоғамдық медиаторларды қалыптастыру және қоғамдық медиаторлар арқылы көптеген медиативті келісімдерді шешу қазір қолға алынып жатыр. Осы орайда осы 7 аудандағы үлкен осы өзіміздің орталықтарда болып, осы көктем айында мен толықтай жаңағы семинар курстарын беріп шықтым. Жалпы біздердегі жаңағы оқытулар өте көп. Біздің негізгі мақсатымыз мына медиация, Қазақстандағы медиация институтын дамыту. Жалпы мына біздердікі тек қана үлкен іске кірісу емес, я болмаса соттар менен жаңа құзырлы органдармен бірге қызмет атқару емес. Біздің жаңағы қоғамдық келісімдегі позициямыз, біздің жаңағы мына орталықтандырылған ортадан медиативті кеңес арқылы жаңағы мына аудандардағы, біздің қаладағы, жалпы мына мекемелердегі тұлғаларды оқытып, оларға медиатор деген жаңағы статусты беру. Негізі жалпы біз өзіміз қазір айтып келе жатырмыз ғой, енді 15 жыл тарихы бар. Жаңағы әжептәуір үлкен кәдімгі қоғамға кірігіп, өзін танытып келе жатырған бірден бір қалай десем екен, бір бетбұрыс болды, орта болды. Сондықтан осы мына бетбұрысты мен өзім ойлаймын, бұл алға қарай да үлкен бір келешегі мол, жаңағы кеңістігі кең, бір үлкен бір ортаң, үлкен бір алаңға айналады деп ойлаймын. Ол алаң жайлап қалыптасып келе жатыр. Жалпы мына медиацияның жаңағы 15 жылдығы дейміз, жалпы мына медиация туралы айтатын болсақ, жаңағы апай айтып кетті ғой, Розия апайымыз, жаңағы бұл бітімгершілік пенен бітпейтін нәрсе. Бұл мысал үшін бұл жерде тек қана ақсақалдардың, аналардың кеңестері бар. Жаңағы өзіміздің жаңа билер алқасы бар, сот мүшелігіндегі үлкен би алқалары бар. Осы тұлғалардың қатысуы арқылы жаңағы көптеген нәрселер өзінің оң шешімін алып жатыр. Мысалы сізге айтайын, мына 7 ауданда аралап келгенімде, 7 ауданда бір үлкен бір мәселелер болады. Мысалы көп қой енді. Мысалы жаңағы ауданда көбіне көп мына тоқ мәселесінде жаңағы көптеген мекемелердің арасында да үлкен жаңағы даулар болып жатады екен. Жер дауында үлкен жаңағы даулар болып жатады. Сосын одан қала берді мына өзіміздің мына енді отбасындағы зорлық-зомбылықтың өзі 7 түрлі болады. Сол 7 түрлі отбасы зорлық-зомбылығына араласа отырып, көптеген мына нелерді жаңағы отбасын алып қалып отыр. Көптеген мекемелерді даудамайсыз шешіп отыр. Оның барлығы үлкен медиаторлардың, қоғамдық медиаторлардың жаңағы үлкен бір ерекше бір жаңағы атқарып отырған бір қасиетті жұмыстарының бірі деп айта аламын. Өйткені ол жерде ол кісілер ақша алмайды, ол кісілерге еңбек төленбейді, бірақ дегенмен қоғам үшін, қоғамдағы мына әртүрлі әралуан жағдайларды болдырмас үшін, жаңағы мына ауыл үшін, ауылдың мерейі үшін, ауданның мерейі үшін жұмыс жасап отырған біздің Розия апай сияқты апайларымыз өте көп. Апайларымыз бар, ағайларымыз бар. Енді жалпы алғанда мына медиативті келісімдерді біз қандай жағдайда біздер ұсына аламыз? Медиативті келісім бірінші жаңа өзіңіз айтқандай бір кішкентай өзінің технологиясы бар. Өзіңіз бірінші алдымен сол адаммен танысасыз. Ең бірінші менің өзімнің тәжірибемде келген адамның аты жөні келеді ғой. Келгеннен кейін ол кісінің жаңа кім болғаны, ата жұрты кім болған, арғы жұрттары кім болған, жалпы нағашы жағынан болсын, қай жағынан болсын, сол зерттеп алуға тырысамын. Сосын зерттегеннен кейін барып жаңағы ол кісілерменен сөйлесу оңай болады. Жаңағы мысалы мына дәл осындай жаңағы айтылған жаңағы үрдіс Маңғыстау облысының медиация орталығында жақсы жүзеге асып келе жатыр екен. Енді мына біз айтамыз ғой, мына медиацияға көнбейтіндер де адамдар болады, мысалы үшін өте көп. Мысалы біздің мына қоғамдық келісім мекемесінің
медиация несі кеңесіне қарасты 7 аудандағы жаңа медиативті орталықтарды қосқанда осы жыл басынан күні бүгінге дейін 700-ден аса іс оң шешімін тауып сотқа біздер жақсы жеңіл жұмыс көзін беріп отырмыз. Өйткені мен сізге айтайын, мына соттарда көптеген жағдайлар болады. Мысалы, соттардың қолдар өте жұмыс көп оларда. Олар неге ол кісілер медиативті осы медиация нені ашып отыр? Медиатор не үшін керек бізге? Деуде мүмкін да кейбіреу. Мысалы, сотқа алдын ала барасыз, арыз береді, қазір онлайн береді ғой. Бергеннен кейін алаты бірінші медиатордан өтіп келіңіз дейді. Мен мысалы мына орталық біздің облыстық ауданаралық сот бар ғой. Ювенальный сот дейміз ғой. Сол сотта мен айына 1-2 рет барып келем. Сол кезде барғанда жаңағы мына көптеген адамдар келеді. Тіпті аудандарындағы медиаторларың бар ғой. Сол кісілерге не жасамадыңыз ба деп сөйлегенімде, сол бармадыңыз ба? Біз осы қалада едік, қалада тұратын едік деп сөйтіп жаңағы не дейді, бірақ біз білеміз, ауылда 1-2 дүркін сол барып біздерде ол кісілерден ақыл сұрадық, кеңес алдық, бірақ дегенменен біздің сот осы жерде болғандықтан, пропискамыз осы жерде болғандықтан бізді сізге жіберді деп бір жастар келеді. Сол кезде байқап отырам, мына қазіргі таңда мына жастардың жан-жақты жұмыс жасауы, үйленгеннен кейін семьяны асырау керек қой, отбасын асырау керек, әртүрлі жалдамалы жұмыстарға кетеді, мысалы. Сол жалдамалы жұмыстарды жаңағы мына үйдегі отырған жолдасы жаңағы кішкене қызғаныш көрсетеді, сен қайда жүрсің дейді, орталарында сенімсіздік пайда болады. Сенімсіздік пайда болғаннан кейін ол енді ары қарай ол егер ақылды адам өзінің жаңағы ақылына жеңіп бір бітімгершілікке келмесе, ол ары қарай ушып кетеді, өздеріңіз білесіздер. Ұрысады, сосын енді ер азамат қанша дегенмен дауыс көтереді, одан кейін қол кетеді деген секілді. Осындайларды болдырмау үшін біздер қай жаққа да, екі жаққа да айтатынымыз, жаңа келген әзірде екі жақта сабырлы болыңдар. Кішкене өздеріңнің жаңағы ата-аналарыңның берген тәрбиесін ары қарай жалғастыруға тырысыңдар. Ары қарай орталарыңда бөпелерің бар, мысалы үшін. Осы бөпелеріңді ертең кімге көзін жаудыретіп, кімге қалдырасы деп, кәдімгі біздер тіпті сөзің шыны керек, аналықтан гөрі әжелік, арғы бабалық сөздерді айтып кетеміз. Сол кезде бар ол кісілер кішкене тоқталып, мен мынадай бір үрдісім бар, жаңа 2 жас келеді ғой, 2 жас келеді, сосын кішкентай қызына жаңа пешенесін беремін де жүрекпін, коридорға сыртына кілтіп кетемін екеуін. Сосын қорықпаймын, жаңағы папам, мапам, тыңқылдап, қызбен әңгімелесіп, сөйтіп, келгеннен кейін 10 минут өткеннен кейін келгесті ашам, екеуі ыржиып отырады бір-біріне. Соны жаңа екеуі бір-бірін көрмей жатырды кәдімгі бар. Пет жыртысып жатыр деймін кәдімгі бар, тырналап жатыр кәдімгі. Тыңдап отырам да жақсы сөзім айтын, енді екеуін тыңдап отырыңдар, екеуіне 2 орындық столдың 2 жағына отырғызам да, жаңағы айтатын жақсы, сенің ата әжең мынадай болған, сенің ата әжең мынадай болған. Ол кісілер кезінде бір-біріне деген жаңағы осындай бір ненің дау-дамайды болдырмас үшін ол кісілер дейтін бір қазаннан ас ішіп, бір кесемен су шай ішкен адамдар. Сіз осылардың барын үрдістерін қалай сіз таптап отырсыз? Сіздер ұрпақ жалғастырып отырсыздар. Сол ұрпақты жалғастырып, үлкен отбасын құрып отырғанда, мынадай болуларыңыз сіздердің ата-бабаларыңызға сүйектеріне салған таңба болады деп. Кәдімгі жақсы сөздер айтқанда айтам, ал енді екеуің ойланыңдар деп шығып кетеміз ғой. Сол кезде екеуі ыржиып күліп отырады. Дейді, немізді арызымызды алайықшы деп сөйдейді. Өзім бірге ертіп барып, жерден соттың канцеляриясы бар ғой. Сол жерден жаңағы арызын алдырып сөйтіп не істеймін. Сол кезде өзімде қуанып қаламын, кәдімгі риза болып қаламын. Одан кейін жаңағы мына қазір енді көп жастарымыз шетелге жұмысқа кетеді, жалдамалы жұмыстарға кетеді. Сол жақта жүріп жаңа видеоролик, видео қосып, сол кезде бір отбасы деген бір мынадай бір жағдай болды, бір енді кейстермен айтқан әңгіме жақсы болады ғой. Жаңағы мына жігітке телефон соғып видео соқтым, Польшада істейді екен.
болмай жатыр енді. Жоқ, сіз білмейсіз дейді, маған айтады. Енді әйелі қасымда отыр енді. Мен дейді, сіз білмейсіз, сіздегі ол жерде дейтін, сіз ол кісіні несімен айтайын, мен екеуіңді де жақтамаймын. Медиатор осы жерде, медиатор ешкімді ешқашанда жақтамайды. Екі тарапта да жақтамайды. Бұл жерде бұл екі тараптың ойын біріктіріп, жаңағы ортақ мүдде жасайды. Сондықтан сосын мен айттым, сондықтан дедім, мен ол кісіні жақтамаймын, мен сізді де жақтамаймын. Ал не айтқыңыз келеді, айтыңыз деймін. Сосын айтады, сосын мен дейді, жоқ, ол менің келіншегім деген қызғаншақ, я болмаса тағы да бірдеңелер, нелер, жаңағы маған барған сайын осындай мен ақшасын беріп жатырмын, балаларды асырап отырмын деп айтады ғой енді азамат қой. Бірақ бұл деген сенбейді маған, бірдеңе сондай бір ортада бір сенімсіздік пайда болады да. Ол ой, мына жастарымыздың ойының ұшқырлығы ма, әлде мына қазіргі мына гаджеттердің бір белгілі бір гаджеттердің кесірі ма деп те ойлаймыз да осы жерде. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағы мына қандай жағдай болмасын, медиация қоғам үшін, орта үшін, мына мемлекет үшін өте қажет. Өйткені осы медиацияға мына адамдардың арасындағы алшақтықты жақындату, диалогын жаңа жасақтау, бұл өзіміздің президентіміздің айтып өткен негізгі бір қағидаттарының бірі және бірегейі деп айта аламын. Өйткені біздерде жаңағы медиаторларды тек қана біздер тәрбие медиаторларды іске қоспас бұрын біздер алдын ала оны оқытамыз. Жаңағы биыл алла амандық болса біздер осы мына республикалық үлкен бір форум өткізгелі отырмыз, осы бір республикалық. Сол жерде біздер 3 күндік үлкен оқытулар өткізейік деп отырмыз. Мысалы республикаға танымал біздің кәсіби медиаторларымыздың, кәсіби коуч, жаңағы семинар тренинг өткізетін жаңа мамандардың тікелей қатысуыменен біздер жаңағы оқулар өткіземіз. Былтыр өткіздік, 50 адамды оқытып шығардық, бір 80 адамға жоспарлап отырмыз. Енді негізгі бағытымыз жаңағы мына 15 жылдық тағдыры бар, тарихы бар. Үлкен мына біздің медиация саласы біздер күннен күнге өсіп келе жатыр. Күннен күнге дамып келе жатыр. Мына адамның санасы жаңа медиацияның керектігін ұғынып келе жатыр. Ол үшін біздердің жаңағы түсіндіру жұмыстарымыз әрқашанда мықты болу керек деп ойлаймын. Енді барымша осы 7 ауданда Атырау облысына толықтай түсіндіріп келе жатырмын. Енді осы тамыз айынан несінен кейін үлкен біздің науқанымыз бар ғой. Сол өткеннен кейін осы мына Атырау қаласына қатысты 6 ауылдық округте оқытуды жоспарлайын деп отырмын. Барып таныстырайық. Ол кісілер де мына кісілер секілді жаңағы ауылда болып отырған жағдайға жаңағы ауылдағы полиция қызметкерлерімен бірге жағаласып жүреді мысалы үшін. Сондай бағыттарда өзіміздің медиативті келісімдеріміз бар, үлкен бланкілеріміз бар. Сол кісілерді көрсетіп, табыстап, осы бағытта біздерде жұмыс жасау үлкен жоспарлы түрде алға қойылып отыр. Негізгі біздің бағытымыздың барлығы дұрыс деп ойлаймыз. Өйткені қоғам үшін, орта үшін, әр отбасы үшін медиативті келісім, медиациялық орталық болған дұрыс деп ойлаймын. Негізі ал тұрғындар қайда жүгіне алады сол медиаторға бару үшін? Мысалы бізде әлеуметтік желі бар. Әлеуметтік желіге сосын әлеуметтік желіге мен өзімнің атымнан жаңағы жарнамалап жасап қоямын. Кейбір жағдайда мына біздерде мен кәсіби медиатормын. Кәсіби медиатор біздерде қазір соттың жүйесінде біздер сол жерде жазулы тұрмыз. Ол кісілер сол өздеріне кезек-кезекпен біздерді шақырады график бойынша. Мына кісілерде сол мысал үшін аудандарда да сол аудандағы соттың жанындамыз. Сотта жұмыс үлкен көп, сотқа келген жұмыс бірден медиацияға жіберіледі. Сол біздер енді тікелей сотпен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Сол жерден іріктеліп кабинеттерге қатыстылар медиаторларға бөледі, сот өзінікін алады. Ал енді жалпы бір іспен айналыстыңыз сол жаңағы медиация тақырыбында. Оның ұзақтығы қанша уақытқа созылады? Ол ұзақтығы ешқандай қанша уақыт. Мысалы мен 2 семьяны 3-ші рет бір келді, 2 келді, 3-ші келгенде оның уақытынан етпейміз. Өздеріңіз ойлайсыңдар. Әбден шешіңдер. Сосын келгеннен кейін тағы жол көрсетіп,
сол үшіншісінде ғана келісті. Оның енді уақыты жоқ. Мынадан кейін кел ойларымды айтып тағы қараңдар деп сондай бір мерзімдер беріп отырамыз, 15-15. Содан тату болып кетті. Біз өзіміз де ризамыз. Өзіміз де ризамыз. Осыған Роза апай қосылып кетейін. Жаңағы біз сіздің айтпағыңыз жаңағы сотпенен соттық іспенен медиациялық істің арама қайшылығы кішкене қалай деген бағытта болу керек енді. Бағанағы мына сіз медиацияға жүгінген іс тез бітеді. Уақыт ұтады. Ал егер жаңағы неге сотқа беретін болсаңыз, бірінші арыз бересіз, ол тіркеледі 10 күн, баж салығын төлейсіз 2, одан кейін жаңағы соттың жаңағы тікелей бірінші бір тыңдалымы болады, одан кейін екінші тыңдалымы болады. Мысалы біз үшінші тыңдалым. А біздерде кейбір жағдайда мына екі тарап жақсы бір-бірімен келісіп отырса, сол істі сол кезде тек тергенде бітіруге тырысып отырамыз. Бұл жерде жаңағы уақыттың ұтымдығына келген медиацияның жаңағы рөлі жоғары болып отырады. Заңдық күші қалай? Заңды күші енді біздер соттың жанында болғандықтан біздерде енді 2011 жылы ақпан айында ақпанда біздерде медиация туралы заң шықты. Сол заң бойынша біздер жұмыс жасаймыз. Сосын жаңағы биыл 2026 жылы осы 26 неде ғой деймін, наурызда 26 наурызда соған қосымшалар енгізілді, кейбір керек емес жаңа баптарын алып тастады. Қазір нақтылап кәдімгі мына қоғамға қатысты адам өміріне тікелей байланысты жалпы мына қоғамдағы болып жатырған жағдайларды тікелей шешетіндей үлкен жаңағы бап көрсеткіштерін нормативтік актілерді орнатып қойған. Негізі заң күшінде өзіміздің заңымыз бар. Өз шешім қабылдайды. Ережесі бар. Өзіміздің тұжырымдамамыз бар. Облыстың берген ережесі бар. Сол ережеден біз де шекарадан шығып кетпеуіміз керек. Сосын медиатордың бір несі, келген кісі еркін келеді. Сотқа барғанда ол тығылып барады. Ішін аша алмайды. Өте орынды медиация. Медиацияға барлығын айтады. Медиацияға психологқа барғандай болады. Емін еркін айтылады. Сосын медиацияда жаңа сот құсап бетте отырмайды ғой. Адамның отырысының өзі ана адамға әсер етеді ғой. Сондықтан да ол еркін ойын айта алады. Еркін қай жолға түсуін айта алады. Ол медиация өте орынды. Ал ол соттың, судьяның өзінің заңы бар. Ал сіздердің тәжірибелеріңізде болды ма? Бір адамдар болады, өзінің жаңа оқиғасын, әйтеуір бір үйіндегі жағдайын ушықтырып келгендер. Қандай жағдайда ушықтырып келеді дегенім ғой, әсіресе жастардан келетін болар, иә, сіздерге? Мысалы, біздің жағдайымызда болды, мектептің завучы, әпесем келіншек, 3-4 баласы бар. Жолдасы сауатты екен, бірақ жұмыс жасайды. Бірақ қызғаныш. Себебі ер адаммен сенімсіздік жаңағы. Содан мен ана ер адамға үшіншіне деген кейін риза болдым. Жаңа үшіншінен кейін уже жаңа қыз Құрманғазының қызы. Анау Мақат аудандікі. Сонда үшіншінен кейін жаңа бала шешімді шынын айтты өзі. Шыннан. Сосын айтам, жанұяда қызғаныш болады ғой дедім. Бірақ сен өзің әуел жолдасыңды зерттеп қарашайшы. Шын мәнінде сол қызғанатындай ма? Ол мектептің өзінің жұмысы жетеді. Өзің зерттеп қарашайшы. Алтын асықтай 3-4 балаң бар. Әбден ойланып қарашайшы дегенде, ана бізге келгенде ол еркін отырып, еркін ойланып, процесс еркін шығады. А судьяға барғанда олар тығылып қалады. Сондықтан да медиация өзің білген айта алмай қалады. Сондықтан да ол алғы шарт өте орынды. Себебі қазір көбінесе жас ата-аналардың тіл байлығы да жетпейді. Тәжірибесі де жоқ. Жаңағы тек олар жас үйленген адамдар әкелген жаңағы зәулім гарнитуры дүниясы тек сонымен шектеліп қалған, ой өрістері тарлау. Сондықтан да кішкене оларды қозғау керек деп ойлаймын. Медиация өте орынды. Цифрлық заман ғой қазір. Ақша мен экономикамен ғана өлшейді. Сонымен өлшейді. Мына экономика қаражатпен біз таудай қылып қызымызға дүнияны бердік. Таудай қылып 500 адаммен той жасадық. Ал
артынан нәтижесі 1 жылға жетпей кішкентай баламенен кетіп жатыр. Ал сонда біздің еңбегіміз қайда? Сондықтан да бұл жерде басқа халықтардан да үлгі алуға болады. Мысалы орыс халқын Махамбет те бар, мына орыстар жақсы. Біздің дәстүрде де орыс халқы бар. Бізбен бірге қабысып кетті. Садақаның бәріне келеді, тойдың бәріне келеді. Олар уже біз басқа ұлттан көрмеуіміз керек. Біз қазақ халқы өзін сәлт ғұрпының өзін жасаса, аналар бізге кәдімгі туысымыздай. Туысымыздай. Біреуінің құдасы, біреуінің құдасы болды. Мысал үшін. Құдасы болды. Ал мысалы мен Шымкентке бардым, Татьяна, қазақтың құда-құдағайы. Домбырасы қолында. Қандай әсем. Сондықтан да болашақта әлемде ұлттық саясатты өте жоғары болады. Әрбір ұлт өзінің ұлттық қасиетін сақтай отырып, басқа ұлттың қасиетін бағалай отырып, бірігетін заман болады ғой деп ойлаймын. Болып жатыр ғой. Келе жатыр, жайлап келе жатырмыз. Ол бар да. Ал осының бәрінде медиатордың жұмысы өте зор. Өте. Қазір медиаторлардың мысалы кішкене мемлекет табанын болашақта қолдайтын болар. Енді мына өзіңіз сияқты жас кісілердің жаңағы біріншіден мінез қалпыңызды ұстап, ол оңай жұмыс емес. Алға келген кісілердің жүріс тұрыстың бәрін ұстап, жаңағы қоғам үшін, халық үшін еңбек ету медиаторлардың өте зор еңбегі деп білемін. Болашақта бұны ойластыратын болар деп ойлаймын. Қаражат бөлу жағынан да себебі жол жүреді, түн демейді, күн демейді. Сол халықтың ой үшін бұрын психологтар жүретін еді. Енді психологтардан да көрі медиатор дегеннің өзінің міндеті басқа. Ол сен психологпен, оның ішіне психологтар келіп жатыр ғой. Біз кейде мектептен психологтар шақырамыз ғой енді. Мына балаң мынандай ма, оқытушың мынандай. Мектепшілік медиация бар ғой енді біздерде. Бәрі жол шығын өздеріңіз өтеп жүресіздер. Қазір өзімізде, мысалы ешкім нетпейміз, әйтеуір 2 аяғы аман, денсаулық берсін, ел аман болсын деп, енді қоғамдық жұмыс ретінде жүріп жатырмыз ғой. Біз зейнеткерлерге шыққаннан кейін, бірақ жұмыс жасап жүрген медиаторлардың жұмысы өте қиын. Оның көңілі бар, оның отбасы бар, оның жүрісі бар, анда жүру керек, мында жүру керек. Оған психология, сабырлық керек. Әлгі быжылдаған айқай-майқай қазір бармайды. Осының бәрін бұл кісілер деген мысалы ауданда отырған менен Дастұрда тұрады ғой. Дастұрда сондай жағдай болатын болса, Мақатта болатын болса, бұл кісілер Мақатқа барады мысалы. Мақатпен екі ортада әжептәуір жер мысалы. Ал сосын Мақатпен екі ортаға барады, ол 2 адаммен сөйлеседі бөлек-бөлек мысалы үшін. Одан кейін оның айналасындағы адамдармен сөйлеседі. Бұл деген шынымызды айтсақ, бұл жерде медиатор деген әрі тергеуші, әрі жаңағы бітімгершілік, әрі соттың үкіміменен бірдей қылып шығаратын біздер үкімді шығара аламыз. Біздер жаңағы үкімді шығарып, біздер сотқа тапсырамыз. Сонда келген іс жабылды деп есептелінеді. Міне көрдіңіз бе? Біздің негізгі бір үлкен бір жаңағы жоғарғы бір неміз осы көрсеткішіміз. Енді жаңағы біздерде енді республикаға қараймыз ғой енді. Республикалық коммуналдық мемлекеттік мекемеміз бар мысалы үшін. Біздер енді тікелей республика қарағасын, республикада үнемі біздерге жаңа оқыту процестерінің өте жиі оқытып отырады. Ол кісілер бізді оқытады, республика, біз келіп аудандарды оқытамыз. Мінекей ең басты нәрсе білгенімізді үйрету, көргенімізді айтып отыру, жаңағы медиаторлардың басын қосып, кей жағдайда бірігіп отырып, мына бір стақан шай ішіп отырып бір-бірімізге, осының өзі үлкен бір жаңағы жұмыс. Мысалы өткенде бір Мақатта болып отырған жағдайына біз барып жақсы бір үлкен мәселені шешіп келдік. Одан кейін бер жағында осы Мақатта тағы да бір не болды, бір отбасылық жағдай болды. Біздің сол жақтағы сарапшымыз осындай болды деп үнемі менімен ақылдасып отыр. Оны да шештік мысалы үшін. Ертең сол мәселелерді сол талқылауға бара жатырмыз мысалы. Енді жалпы мына медиатордың негізі жұмысы ерен. Ал кез келген жағдайда жаңағы сабырлы боласын, о жерге анау адам келмейді. Жаңағы сабырлы адам болу керек. Өзінің жаңағы біліктілігін жаңағы
арттырып отыратындай біліктілігі бар, білімі жоғары, көргені көп, жас болса да жан-жақты қамти алатын тұлғалардың ол жерде болып қалыптасқаны біз үшін жақсы. Өйткені мына үлкен кісілерден біздер деген ғанибетті сөздерді алып қалуымыз керек. Үлкен адамдардың біздер арттарындағы жаңағы ізгі жолын ұстанып келе жатырған біздер адамдарымыз. Сондықтан маманды тәрбиелегенде де, маманды таңдағанда да біздер осы үлкен кісілермен сөйлесіп, бір ауық, бір жаңағы мен осындай бір мектепішілік медиация бойынша мен бір жақында бір не айттым, үрліс айттым. Осы мына үлкен мамандарымыз бар ғой біздің қазіргі дедім. Қазір неге орта буынды маман бар, жоғарғы буынды маман бар. Осы мамандарды жаңа баяғы өзіңіз білесіз, кеңес дәуірінде жаңағы мектепте кездесуге шақырылатын. Кім болам деген жаңағы мамандық таңдау деген кеш болатын еді ғой. Сол кешке шақырып ол кісілердің үрдіс жолдарын бәрін үйретіп, жаңа мамандық таңдауда қателеспеген өте дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан мамандықты таңдап алып, ол мамандықты жаңағы отбасын құрған кезде үлкен бір статус беретін бір мамандықтар бар ғой, өзіңіз білесіз. Сол мамандықтар таңдап алып, артында анағы отбасын құрғаннан кейін кикілжіңнің шығуы да ол дейтін ол жақсы нәрсе емес. Сондықтан мен ойлаймын, барлық өмірдегі бәрбір құбылыс, барлық жаңағы жолдардың бәрі бір-бірімен байланысты. Осы жолдардың ішіндегі бітімгершілік жолы өте жоғары. Біздің ұғымымыз бойынша. Өйткені мен өзім енді журналистпін мамандығым, бірақ осы журналистика саласында жүргенде енді жалпы енді 40 жылға жуық еңбек өтілім бар екен. Сол еңбектің ішінде көптеген нәрсеге көзіміз жетті. Осының барлығы қазіргі таңда медиаторға әкеліп соғып отыр. Сондықтан қазіргі таңда бір-бірімізге жаңағы көңіл айтқаннан гөрі, жаңағы өзіміздің жаңағы ақыл кеңесімізді айтқаннан гөрі, содан шығу жолдарын біздер айтуға тырысып отырамыз. Сондықтан мен қазір ойлаймын, енді біздің медиацияның биік шыңы әлі алда деп ойлаймын. Өйткені мына жаңағы қоғамдық медиаторлардың атқарып отырған үлесі өте көп. Мына облыс үшін соттағылар риза болады, мысалы үшін. Мына жаңағы бекітіп облыстық тізімге енгізудің өзі. Өткенде барлығын түгел жинап, үлкен жақсы жаңағы аудандарда болып, үлкен кездесулер өткіздік. Сол кездеңдерде біздер жаңа менің ұққаным кәдімгі қоғамменен, өмірменен қоян қолтық араласып жүрген біздің қоғамдық осы кісілер секілді үлкен жаңағы медиаторларымызды көрдік. Өте тамаша, ашық есік күндерін өткізеді, мысалы үшін кеңестер береді. Ол кісілер тек қана медиативтік жақтан емес, заңгерлік жақтан да, адами жақтан да жаңағы адам капиталы деген енді биылғы тұжырымдама үлкен биігі ғой. Сол секілді мына адамның құқығын қорғау бағытында көптеген ата-анаменен, ата-анаменен оқытушының арасында, оқытушы менен баланың арасында, бала менен ата-ананың арасында көптеген біздерде тығыз таян кәдімгі үлкен бір жұмыстар жоспарлы түрде өткізіп жатыр. Мен осы жерде айта кетейін, жаңағы биылғы жылы біздер Атырау облысы білім беру басқармасы менен жаңағы меморандумға отырдық. Осы меморандумда отырғандағы себебіміз мектепішілік медиацияны. Қазір буллинг көп, буллинг дейміз, кибербуллинг дейміз, мысалы үшін. Буллингтің түр-түрі бар. Сол буллингтерді болдырмас үшін мен 1000 баланы жинап алып, жаңағы айтқанменен ол кісілерді сол балаларды оқытатын мамандарменен жұмыс жасауымыз керек деген үлкен бір неге жаңа қағидатты кәдімгі жоспар құрдық. Сол жоспар бойынша енді жұмыстарымызды атқарып жатырмыз. Негізі мен ойлаймын, үлкен буын, орта буын, сосын кіші буын, үшеуін, сол буындарды біріктіріп отырса, іс тәжірибе алады. Дұрыс айтасыз. Іс тәжірибе алады. Сосын екінші менің ұсынысым, бұл уже жұмыс бізде басталып кетті. Бірақ сол кітапқа түсу жағдайы. Кітап уже сіздердің жұмысыңызды журналист уже жаза беру уже кітапқа. Әзір кітап шыққан жоқ. Ол ана іс тәжірибеден уже анадан бір кітапты жаза беру керек. Уже күнбеген жазып жүрсіңдер бұл оқымада. Ал соны енді болашақта
алық шарты мынандай болды, мынандай орта шарты болды, дәрежесі мынандай болды, енді міне озат тәжірибе мынандай деген сияқты уже сол алық шартын ойлай берген дұрыс. Иә, оныңыз дұрыс. Ол дұрыс. Мен қазір былай ойлаймыз. Біздерде жаңағы мына өзіміздің мына күнделікті тәжірибеміз бар. Осы кісілер мысалы сіздер тәжірибеден өтіп жатсыздар. Соның барлығын түгел біздер дізіп, несіп, жаңағы осылардан медиативтік келісімдерді қалай жасау керек? Оқу құрал ретінде, қосымша жаңағы құрал ретінде жаңағы мына қоғамтану сабақ қандай сабақтар бар? Қоғамтану бар жаңағы қазір әдеп деген әдеп сабағын алып тастады ғой. Енді сол әдеп туралы енді қазір тек анандаттық мектепке мынанда дейді, оның бәрі мүмкіндік жоқ баланың басына. Сондықтан да өте нәрсе қажет нәрсе. Қажет нәрсе. Сол кітап жазу керек. Кітап жазып жаңағы өзі опыт. Кейбір жастар айтады, сіздер бізге не қалдырдыңдар дейді қазір. Кейбір жастар интернет заманы болғанымен кітап орнын алмастыра алмайды. Кітап ол ешқашан нетпейді. Мысалы мен айтамын, сотовыйымда бар дейді. Ай, мына сотовыйың жоғалып қалса, ол қайда қалады, шырағым ау деп ғой. Сондықтан да ана тек мына бұрынғы ата-бабаның жаңағы отырарда кітаптарды тығып тастаған себебі сол әлі бар ғой, сол отырарда кітаптар. Вот сондықтан жазған. Енді шығып жатыр ғой. Енді шығып жатыр. Сондықтан тек сіз уже жүрсіз, уже жұмыс жасап жатсыз. Тек соны жазу. Соны жағын. Мен жазып жүрмін. Жазып, соны қорғау керек болашақта. Қорғау жағын. Осындай енді бірімізбен біріміз. Түсінікті, өте жақсы пікірлер айтылды деп ойлаймын. Қалай десек те, мына соңғы дәуірде интернет заманы дедік, әлеуметтік желі дамыған заман дедік, бәрібір кітап қалмайтынын, оның ішінде осындай өте бір қазақы дәстүр деп айтамыз ғой, дәстүрден жалғасқан, жаңағы төрелерден жалғасқан, билерден жалғасқан осы медиацияның өміршеңдігін көріп отырмыз. Қалай болғанда да осы медиацияның жаңағы бітімгершіліктің, дау-дамайдың шешетін бір тетігі, құралы ретінде көріп отырмыз, осы подкаст арқылы. Ендеше сіздерге уақыт бөліп келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Ең бастысы тату болайық, бітімгершілік ұсыныстарымыз өте көп болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.